Сәлем қыздар, сіздерге паровойды тазалаудың жаңа бір керемет әдісін көрсететін боламын. Ең алдымен бізге губка, қайшы және де изолент керек болады. Осы изолентімізді аламыз, үлкендеу етіп, одан кейін қиып алғаннан кейін дәл екі ортасына бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін қайшымыздың дәл осы жер сабы жеріне жапсыратын боламыз. Себебі неге? Бізге губкамызды қиып кетпеу үшін. Осылай қайшымызды дайындап алғаннан кейін енді кезекте губкамыздың осы жерін, яғни машалкасын алып тастаймыз. Қолымызбен осылай алып тастағаннан кейін қайшымызға осылай орналастырып аламыз. Міне дәл видеода да жасасаңыздар болады. Міне осылай жасағаннан кейін осылай паровойымыздың осы тесігіне салып осылай тазалайтын боламыз. Міне қыздар, керемет лайк жасап көріңіз. Үй жағдайында және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достар, менің каналымда сабын жасауды нөлден бастап үйретемін. Тегін әдісі міне, және де керемет лайк-бактар бар. Үй жағдайында жасауға каналыма тіркеліп көрсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.